Атырау облысында жоғалып кеткен тұтас бір әулеттің трагедиясы адам сенгісі сұмдыққа ұласып барады. Жыл басында өз үйінің сарайынан мәйіттері қазып алынған ерлі зайыпты зейнеткерлер Мақсот Қарабалин мен Нәсіп Өтешқалиеваның балалары Наурыз бен Мейрамгүлде өлі табылды. Оларды күдікті күйеу балалары геолог шағын аудандағы өзі жалдап тұрған үй маңына көмген екен. Қайнатасы мен енесін сарайға көміп, тіпті балаларын да жер жастандырған қанды қолды біздің құзырлы орган өкілдері халықаралық іздеуге беріп, тергеу бастаған еді. Біраз уақыттан соң оның Индонезияға қашып, сол жақтағы Синару ауылында бой тасалап жүргені анықталды. 24 ақпанда күдікті Сұлтан Сәрсемалиев пен оның жұбайы марқұмдардың қызы Ақбаянды Индонезия полициясы қонақ үйде жасырынып жатқан жерінен қолға түсірді. Кейін халықаралық келісім аясында күдіктілер Алматыға жеткізіліп, тергеу амалдары жүргізілді. Жедел тергеу жұмыстары кезінде күдікті із-түзсіз жоғалған Наурыз бен Мейрамгүлді де өлтіріп, өзі жалдап тұрған жер үйдің ауласына көмгенін мойындаған. Естеріңізде болса, біз қаңтар айында Атырауға арнайы барып, марқұмдардың туыстарымен тілдескен едік. Сол кезде жақындары тұтас әулеттің түбіне жетпесе жарар еді деп алаңдаған болатын. Өкінішке қарай солай болып тұр. 14-і 2025-тен бастап іздедік. Арыз шағымыз 25 декабрь күні түсті. Одан бұрын, 10 шақты бұрын біздер мүмкін табылып келер деп ойладық қой. Іздеу салып, жан-жағымызға қарап, содан кейін барып арыз жаздық 25-тен бастап. Содан бері іздестіру жұмыстар жүріп жатыр. Бәрі тексерілуде, қарауылда. Ендігі уақытта тас түскен жерінен ауыр дейді, өте қиын жағдай болып тұр бізге. Үлкен шаңырағымызды құлатты олар деген, бәйтерегімізді құлатты. Енжегіл тұқым қаратпай, бәрін құлатып, артымыздағы бауырымыздың бәрін жоқ қылып отыр. Ол мүмкін емес. Ол ешқандай қиянат жасамайды. Біреуге бір тиын бере жағы жоқ, ала жағы жоқ. Адал асын ішіп отырған адам неге сондай қатегіз болады екен, түсінбей отыр. Бауырын жоқтап боздағандардың болжамы болады деп кім ойлаған? Ел жұрттың да ертеңнен үміті үзілмей, тірі табылса деген тілеуі талай жазылып жатты. Алайда адал ас ішіп, арамның амалына барған күйеу баласы бәрін алдын ала жоспарлағанын ашып айтып беріпті. Ол аздай мәйітті қалай көмгенін, қалай өлтіргенін бәрін жайып салып, қылмысын мойындап отыр екен. Бұл полицияның дерегі. Ішкі істер министрлігі Индонезия республикасының әріптестерімен бірлесе отырып, Атырау облысында отбасыны өлтірген күдіктіні ұстады. Ол Қазақстанға жеткізіліп, қамауға алынды. Жедел тергеу іс-шаралар нәтижесінде қаза тапқандардың мәйіттері табылды. Күдікті кінәсін толық мойындады. Қылмыстық іс екі немесе одан да көп адамдарды өлтіру бабы бойынша жүргізілуде. Тергеу барысындағы басқа да деректер жария етілмейді. Күдікті Сұлтан Сәрсемалиевпен бірге ұсталған жары Ақбаян марқұмдардың кенже қызы. Ол да Қандықолдың қасында жүргесін күдікке ілініп, қамауға алынған еді. Сот психиатриялық сараптамадан өтіп, психикалық ақауы нақтыланған соң, бұл қылмысқа қатысы бар жоғы анықталады. Күдіктілердің 5 баласы бар. Үшеуі Атырау облыстық кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығында, ал 3 және 1 жасар 2 бала бөбектер үйіне тапсырылған. Олардың алдағы тағдыры не болары әзірге белгісіз. Айта кетейік, 66 жастағы Мақсот Қарабалин мен 64 жастағы Нәсіп Өтешқалиева Атырау облысының Жангелдин ауылында тұрған қарапайым отбасы болатын. Екеуі де 3-ші топтағы мүгедектігі бар жандар еді. Ауылда мал шаруашылығымен айналысып, адал еңбекпен күнелткен. Еске салсақ, тұтас бір отбасының жоғалып кеткенін жанұяның жақындары полицияға 2025 жылдың 25 желтоқсанында хабарлаған. Туыстары тәртіп сақшыларына отбасы мүшелерінің қарашадан бері байланысқа шықпай жүргенін айтқан. Бастапқыда отбасы үйінен шығып кеткені, содан бері олардың қайда екені туралы ешқандай ақпарат болмағаны хабарланды. Қарашада қаза болған зейнеткерлердің мәйіттерін полицейлер 6 қаңтарда тауып, біздің түсірілім тобы ауылға арнайы барған еді. Түсірілім барысында куәгерлер күдіктінің мәйіттерді қалай жасырғанын да айтып берген еді. Өзім қазып бастадым бірінші рет. Қазып бастаған кезде өже аяғына жеттік, сосын бас жағына. Жеткеннен кейін мен өже иіс шығарып бәрі. Иіс шығаннан кейін күтті иісін ішіле алмай, сыртқа шығып кеттім. Өже мақсаттан таптық. Бірінші бетіне мақсаттағы жатыр. Астында манаға ел жатыр нәрсе.
үстінде манағыдай мастаға істеген бұтырламаған ешті істемеген, но бірақ соққыңыздер бәрі шамалы байқалады. Қаншалықты қазған сарайдың ішін? Где-то метр 30. 1 метр 30-дай терең Метр 30-дай тереңдікке. Бір адам сиятындай болса. Қорыта айтқанда, қанды қылмыстың ақиқаты біртіндеп ашылып келе жатқандай, тұтас елдің қабырғасын қайыстырған бұл іс бойынша күдіктілерге қандай жаза тағайындалатыны әзірге белгісіз. Күні кеше табылған Наурыз бен Мейрамгүлдің мәйіттеріне қазір сот медициналық сараптама жасалып жатыр. Туыстарына берілген соң марқұмдар жер қойнына тапсырылады. Біздің редакциямыз бұл істің бет алысын бақылауда ұстайды. Қандай да бір тың дерек шықса, міндетті түрде бөлісемін. Ал ардақты әлеумет, әзірге арнамызға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі үнсіздік әділетсіздікке жол бастайды.